Сіздердің назарларыңызға азық-түлік емес тауарларының тауар таңдауы және сараптауы пәні бойынша практикалық сабақ, яғни жиһаз тауарларының сапасын сараптамалық әдіспен талдау жұмысы ұсынылып отыр. Сараптаманы жүргізу жағдайлары. Тауардың сапасына қатысты сатып алушы, яғни тапсырыс беруші мен сатушы, яғни дайындаушы, өндіруші деп атаймыз, арасында келіспеушілік туындаған жағдайда немесе кемшіліктердің болуын, немесе болмауын шарт нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігін растау үшін жүргізіледі. Тауар кемшіліктерінің сипаты мен туындау себептері туралы дау болған кезде, бұл кезде өндірістік немесе жасырын өндірістік ақаулардың болуы, бұйымды жобалау кезінде жіберілген ақаулар құрастыру кезінде, монтаждау кезінде, сақтау кезінде, пайдалану кезінде болатын ақауларды талқылау. Апаттық жағдайда туындаған кезде, яғни су басу, өрт, түтін, тасымалдау кезінде және тағы басқа жағдайларда пайда болатын, яғни өндіруші мен сатып алушы арасындағы апаттық жағдайға байланысты жиһаздың зақымдануы себеп салдарын анықтап келтірілетін зиянға өтемақы өтеу. Сапаның төмендеген деңгейін нақтылау үшін, сонымен қатар тасымалдау ұйымынан жүк алушыға жеткізу жағдайында тауарды тасымалдау кезінде орын алған зақымдану, яғни ақаулығының деңгейін анықтау. Ұсынылған құжаттарға тауарды сәйкестендіру тиесілігін анықтау кезінде сараптама жүргізіледі. Енді жиһазға сараптама жүргізудің әдістемесі. Жиһаз бен ағаштан жасалған бұйымдарға сараптама әдетте тауардың нақты түріне байланысты жүргізіледі. Яғни соған байланысты біз нормативтік техникалық құжаттаманы, яғни мемлекеттік стандарт немесе техникалық шарттарды ескере отырып, әзірленген және бекітілген ғылыми әдістемелер бойынша сарапшының бұйымды пайдалану немесе тұрған жеріне барып жүргізуге де болады. Яғни ол сараптама әдістемесіне де байланысты, екі жақтың келісіміне байланысты жүргізіледі. Көрсетілген бұйымдардың сапасына пайдалану жағдайлары, ауаның температурасы, яғни жиһаздарға әсер етеді, ылғалдылығы ауаның, қыздыру аспаптарының алшақтығы, күн сәулесінің түсуі, температураның көтерілуі, жел, мұз, аяз, тағы басқалар факторлар әсер етеді. Сараптама табиғи жарықтандыру кезінде тәуліктің не күндізгі уақытында әмбебап құралдарды пайдалану арқылы жүргізіледі. Яғни сызғыш болуы мүмкін, рулеткалар және басқа да жиһаз өнімдерінің сапасын анықтайтын приборлар қолданылады. Яғни қажет болған жағдайда штанген, циркуль, бұрыш өлшегіштер, лазерлік деңгейді пайдалана отырып, органолептикалық әдістер жүргізіледі. Сараптама жүргізу үшін сарапшы объективті және негізделген қорытындылар құру үшін талдау мүмкіндігінше қамтамасыз ету керек. Ол үшін жаңағы сатып алушыға берілетін барлық құжаттамаларды жиһазбен бірге сараптама тексеріп жасау керек. Келесі, сарапшының қорытындысы барлық кемшіліктердің фотофиксациясы және нормативтік дерек көздерге сілтеме жасай отырып толықтай сараптама жұмысы көрсетіліп сипатталады. Яғни бұл жиһаз органолептикалық тұрғыдан зақымдануы және физикалық химиялық түрден зақымдануы. Органолептикалық тұрғыдан бұл жиһаздардың майысуы, сынуы жататын болса, немесе бөтен иіс шығару жататын болса, физикалық химиялық көрсеткіш дегеніміз, яғни түсінің өзгеріп кетуі, бояуының ағуы және тағы басқалар жатады. Бұл сараптама жұмысына кіреді. Сараптама жүргізілетін жиһаздың және ағаштан жасалған бұйымдардың негізгі түрлері. Бірінші, тұрмыстық жиһаз, яғни ол корпустық, асүйдік,
сақ жиһаз жиынтықтары мен гарнитуралары жатады, және тағы басқа да үйде қолданатын жиһаздар жатады. Әртүрлі материалдардан, яғни ағаштан, ДСП-дан, металдан, пластмассадан және тағы басқа материалдан жасалған жеке заттар. Яғни оған не жатады? Шкафтар, үстелдер, орындықтар, тумбалар, креслолар, дивандар және тағы да басқа. Ал оның ішінде жеке тапсырыс бойынша жасалынған жиһаздар да кіреді. Екінші, қоғамдық бөлмелерге арналған жиһаз, оған жатады әкімшілік, кітапхана, қонақ үй, медициналық мекемелер, мектепке дейінгі және жоғары оқу орындары және тағы басқаларға арналған арнайы орындықтар, стеллаждар, шкафтар және тағы басқалар. Үшінші, жиһаздық фурнитура және жиһаз бөлшектері кіреді. Төртінші, ағаш материалдардан жасалған құрылыс бұйымдары, яғни терезе, есік блоктары, үй-жайларды салуға арналған, әрлеуге арналған бейіндік жеке бөлшектерде жатады. Енді сараптама процедурасы дегеніміз бұл мамандар жасаған белгілі бір операциялардың бір жүйелігі, яғни бір ізділігі деп атаймыз. Операциялардың саны, олардың реттілігі, мазмұны, емтиханның мақсаттарымен, яғни сараптаманың мақсаттарымен және сараптама объектісінің ерекшеліктерімен анықталады және сипатталады. Сараптама процедурасының негізгі операциялары үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші, дайындық, яғни сараптама тобын құру және алдына бақылау сұрақтарын қою арқылы дайындықтан өткізу. Екінші, негізгі, яғни сарапшылар жүргізетін зерттеулер, әдістер, методика дейді, әдістер. Үшінші, қорытынды нәтижелерді өңдеу, оларды талдау, бағалау және сараптамалық қорытынды жасау. Ол әртүрлі құжат түрінде жасалынады, есеп түрінде, акт түрінде, хаттама түрінде және тағы басқа. Сараптама нәтижесі тұтынушылық қасиеттерді бағалауды қамтамасыз ететін жазбаша қорытынды болып табылады, яғни қағаз жүзінде көрсетіледі. Сараптамалық топтың қорытынды бағасы сараптамалық пікірлер синтезіне, жалпы бағаны әр сарапшымен келісуге және сараптамалық топтың ұйымдастырушысының бекітуімен аяқталады. Қорытындыға кіріспе, зерттеу бөлімі және қорытынды кіреді. Соңында сарапшының қолы қойылады. Ол бірнеше экземплярда жасалады. Сараптама негізінен арнайы мекемелерде өтеді. Ол көбінесе аккредиттелген сынақ зертханаларда, яғни сертификаты бар, лицензиясы бар арнайы мекемелерде жүргізіледі. Мемлекеттік институттарда, үй жағдайларында, кәсіпорындарда арнайы зертханалар болады, яғни аккредитациядан өткен, рұқсат берілген. Жиһаз бұйымдарында кездесетін негізгі ақаулар. Бірінші, қаптау кезінде болатын ақаулар, екінші, құрастыру кезінде болатын ақаулар, шыны, яғни айна терезеде болатын сызаттар ақаулар, механикалық зақымданудан болатын ақаулар, соққылардың әсерінен, бұйымды жуу немесе бұйымның ластану нәтижесінде пайда болатын ақаулар, кеміргіштер мен жәндіктердің зақымдануы нәтижесінде пайда болатын ақаулар. Енді сіздер осы материалды толық меңгеру үшін алдарыңызда көрсетілген әдебиеттермен танысуларыңызға болады.